Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен өте оңай әрі дәмді торт, Наполеон тортының ең оңай рецептін көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Және де менің каналымда өте оңай тағамдардың рецепті бар. Сол үшін де менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен табағымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Үстіне жұмсақ сары майымызды қосып араластырамыз. Үстіне илектен өтілген ұнымызды салып жақсылап араластырып шығамыз. Кез келген сары май бола береді. Пампушка немесе сливочный маргарин сияқты майларды қолдансаңыздар болады. Қамырымызды жұмсақ етіп илеп аламыз. Осындай жұмсақ нәзік қамыр болып шықты. Енді мұны бірнеше бөліктерге бөліп жаятын боламыз. Осылай пергамент қағазына бірден жайып алдым. Ұнды сүйбей отырып, оқтаумен жайып аламыз. Қамырымыз өте нәзік болған соң, оқтауымызға жабысады. Сол себепті ұнды кішкенеден сеуіп жайып алуымыз керек. Жұқа етіп жайып аламыз. Барлығын осылай жайып алдым. Одан кейін формамен 18 сантиметрде етіп ойып аламыз. Форма болмаса кез келген затпен ойсаңыздар болады. Төрт бұрышты немесе домалақ етіп жайсаңыздар болады. Осылай төртеуін бірге қызып тұрған пешке салып пісіріп аламын. Крем дайындаймыз. Кремге 1 жұмыртқа, 3 ас қасық шекерімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Үстіне жарты литрдей сүт құйдым. 1 литрдей құйсаңыздар да болады. Кремдеріңіз жетпей қалмас үшін көбірек қылып жасаңыздар болады. Қайнатпалы крем өте дәмді шығады. Сметанный кремде қолдансаңыздар болады, бірақ маған қайнатпалы креммен жасаған ұнайды. 1 ас қасық сары май және де 3 ас қасық ұн илектен өтілген жақсылап араластырып, іртіктерін кетіріп аламыз. Одан кейін газге жай отта осылай араластыра отырып қайнатып аламыз. Қасынан кетпей жай отта осылай араластырып тұруымыз керек. Өзі жаймен қоюлана бастайды. Қоюлана бастады. Енді оттан алып, ыстықтай қорждарымыздың бетіне жағып шығамын. 3 асықтай жағып шығамын. 3 қасықтай үстіне құйып, қорждарымыз менде 9 штук шықты. Осылай қорждарымызды қызартып пісіріп алдым. Барлығының бетіне кремдерімізді жағып шығамыз. Көбірек етіп жаға беруге болады кремді. Өте дәмді шығады. Сосын бетіне осылай біреуін қойып, үстінен басып шығамыз. Және де тағы да бір қоржымызды артық алып қоямыз. Бетіне себу үшін бетіне көбірек етіп кремдерімізді жағып шығамыз. Айналасына жағамыз.
бір коржымызды осылай қолымызбен үгітіп бетіне сеуіп шығамыз. Жан-жағына, барлық жеріне сеуіп шығамыз. Осымен тортымыз дайын болды. Өте оңай әрі дәмді торттардың бірі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.